Ассалаумағалейкум қазақ елі, біз бүгін Windows 10-ға устану үшін флешка жасайтын боламыз. Жүктеу флешкасы деп айтсақ та болады қазақша. Ол үшін не істейміз? Бірінші 8 гигабайттан жоғары сапалы флешка болу керек. Оны ноутбукке или компьютерге саламыз. Компьютерге біз салдық. Әрі қарай бізде оң жақтан, ары жақта флешка шығу керек суреті. Міне біздің флешкамыз салынды. Ары қарай не істейміз? Бізде жұмыс істейтін программамыз Rufus деген программа өте жеңіл, өте ыңғайлы, қарапайым кісілерді жұмыс істей беруге болатын өте жақсы программа. Соны интернеттен скачан жасаймыз. Бұны интернеттен скачан жасау үшін біз не істейміз? Сайтқа кіреміз. Арнайы сайт бар. rufus.ie деген сайт бар. Соның ішінде шыққан кезде міне мынаның қалағаныңызды алып скачан жасай бересіз. Бізге негізі 64 Windows 64 керек қой. Соны скачан жасап қолданасыз. Бізде орнатылып қойған міне Rufus программасы. Бұны орнатудың қажеті жоқ. Бардық, аштық, ары қарай жұмыс жасай береміз. Біздің флешкамыз салынды, 32 гигабайт флешкамыз салынды. Ары қарай бізде выворот деген бар. Burada бізде екі түрден тұрады. Қарап отырсам, мында үш бұрышты басатын болса, выворот десек, біз іштегі образды алып, соны жүктеу флешкасын жасай аламыз. Болмаса, егер де сізде образ болмаса, Windows 10-нан оны скачан жасауға, скачаны қалай жасаймыз? Үстін басамыз. Сосын скачать деп басамыз үстін. Міне скачан жасадық. Сол кезде бұл ары қарай көрдіңіздер, міне Windows 11-да бізге предлагать етіп тұр, ұсынып тұр. Бізге 10, 11 керек. Міне көрдіңіздер ме? Міне 8, 10, 11 бәрін өзіңіз таңдай берсеңіз болады. Мысалға 10-ды таңдайтын, 11-ді таңдайтын болсақ, ары қарай продолжить деп баса береміз міне. Ары қарай загрузка кете беретін болады. Сөйтеді, бұл естеріңізде болсын, бұл официальный сайттан жасалатын болады. Мұны продолжить деп ары қарай жасай бересіз. Бізге бұл керек жоқ әзірге. Біз скачан жасамаймыз. Біз образды аламыз, бастық образда, үстіне выворот деп басамыз. Бізде міне неше түрлі образда тұр. Мысалға Windows 10-ның міне Windows Russian 64-ті алатын боламыз. Открыть, бастық. Ары қарай мысалға мына жерде жазылып тұр. GPT схема раздел 2-ге бөлінеді. Өздеріңіз білесіздер, MBR және GPT. MBR бұл ескі компьютерлерде көбінесе орнатылған, GPT қазір шыққан ноутбуктерде жаңадан шыққан компьютерлерге арналған. Яқта тиловая системада кіретін болсақ, егер де MBR таңдайтын болсақ, BIOS или UEFI CSM деп шығады. Егер GPT таңдайтын болатын болса, UEFI деп шығады. Біз GPT таңдайтын боламыз. Спец расширен свойства диска. Бізге онда қатты бір түртудің қажеті жоқ бұл жаққа. Арада мына новая метка тома, оны атыңыз жазсаңыз да болады. Ары қарай файлы система бар. Бізде FAT32 және де NTFS 2-ге бөлінетін білесіздер. Burada FAT32-ге қалдыра берсек болады. Ары қарай аяқ жақта ешқайсы ештеңесін түртпейсіз. Ары қарай старт кеттік. Арада ескертетін жағдай, флешканың ішінде қандай документтер болса, оны өзіңіз сақтап алғаныңыз жөн, өйткені барлық флешканың ішіндегі бәрі форматталып кетеді. Арада біз келісімімізді береміз, окей деп бастық. Ары қарай қазір шамалы уақыт күтетін боламыз. Міне удаление кетті, форматта кетті, ары қарай уже бізді жүктеу флешкасы жасалып жатыр. Шамалы уақыт күтеміз, ары қарай біткеннен кейін қолдана берсек болады. Міне осымен бізде Rufus программасында жүктеу флешкамыз жұмысын аяқтады. Ары қарай нарда енді готов деп жазылып тұр. Закрытты басамыз, ары қарай Windows 10-ымызды орната берсеңіздер болады. Әділдік Дарабоз каналына тіркелеміз. Сау болыңыздар.